ашық топырақтарда және жылыжайларда өсіретін жалпы қызанақта дақылында мынандай аурулар кездесіп жатады кейде. Мына жерде көрініп тұрған шығар, міне жапырақтары мынандай болып, мынандай аурулар кездесіп жатады. Мына жерде қараңыздар, ақ көбелектер ұшып жатыр. Бұл аурулар жалпы бөлінеді, бактериялық, саңырауқұлақтық және вирустық деп. Вирустық ауру, егер осындай аурулар кездесіп жатса бақшаңызда, жылыжайыңызда, бұнымен күресудің несі өте қиын. Бұл емделмейді. Бұған қолданылатын дәрілер, препараттар бұған қарсы жұмыс істемейді. Өйткені бұл вирустық ауру. Вирустық ауруды емдеу өте қиын, оны емделмейді даже. Сол үшін бұның тарататында бұның несі, мысалы ақ көбелектер таратып жатыр қазір. Сосын бұны мысалы вирустар көп оңай таралады бұлар. Мысалы егер мен былай ұстап, сосын барып мынаны ұстайтын болсам, мынаған жұғады деген сөз, мынаған жұғады. Сол үшін бұның несі, бұны көбінесе негізі тұқыммен келеді бұл. Сол үшін алатын кезде, тұқым алатын кезде қызанақтың тұқымды байқау керек. Өте сапалы, белгілі, атақты тұқым шығаратын компаниялардікін алу керек. Сосын оның міндетті бренді болған дұрыс. Өйткені базарда сатылатын көбісінің тұқымдары дәріленбеген, өңделмеген, сосын сұрыпталмаған болғандықтан көп сосын ауруларға алып келуі мүмкін. Ал бұл аурулар емделмейді. Және ол өнімді қызанақты толық өлтіретін. Сол үшін бұл жерде ең басты ұсталатын нәрсе. Сосын мынандай ертең мынаны алып жылыжайда болатын болса, мынандай ауру, оның бәрін шығарып далада өртеп жүру керек. Өйткені мүлде инфекциясын қалдырмай. Сосын мүмкіндік болатын болса, топырақты өңдеп жүрген дәрілермен өңдеген дұрыс. Кішкене соны алдын алу үшін, келесі жылға сақталмау үшін. Бұл өте қауіпті ауру, вирустық ауру қызанақтың.